Егерде сенің айналаңдағы қоршаған ортаң мен достарың Құдайды еске алуға жақындатпайтын болса дейді, онда Үбәй ибн Халафтың жағдайын киіп қалуы мүмкін дейді адамдар. Кейімін. Өзі біледі ғой әркім кіммен араласып жүрген, дұрыс па? Жақсымен аралассаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен аралассаң, қаларсың ұятқа дейді қазақ айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Жақсы достың мысалы әтір сатушы сияқты дейді, ана қараңыз. Жақсы ортаның, жақсы достың мысалы әтір, ол саған әтірін сатады дейді. Сен одан сатып аласың, немесе ол хадия қылады дейді. Болмаса, ананың қасында көп жүргеннен кейін әтірінің иісі үстіңе сіңіп қалады дейді. Не деген сөз ол? Ол деген сөз, жақсы адамнан сен бір нәрсені өзің үйренесің, қабылдайсың. Немесе ол саған үйретеді, хадия қылады дегені, осы жерің дұрыс болмады, оны былай істеу керек еді деп, не істейді? Имани жағымен түсіндіреді дейді. Немесе соның қасында күнде жүре бергеннен кейін ананың бойындағы жақсы қасиеттер сізге не істей бастайды? Жұға бастайды, сіңе бастайды. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның керемет мысалы. Жақсы дос.